Сәлеметсіздер ме оқушылар? Менің аты жөнім Берік Төлетер. Қазақстан тарихы пәнінен оқу әдістемелік құралының авторы және Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарих пәндерінің мұғалімі боламын. 2021 жылы ОБТ-да көп келген тақырыптар деген нақты бір тақырып жоқ балалар, айта кететін мәселе. Үнемі 6 сынып бойынша 2 сұрақ келіп отырады, және 7 сынып бойынша кейбір нұсқа кітапшаларында сұрақ көп келсе, ал кейбір нұсқа кітапшаларында 8 сынып бойынша сұрақ көп келеді. Бірақ бір ескеретін кететін дүние олар 9 сынып, яғни қазіргі Қазақстан бойынша сұрақтардың 50% келеді. Яғни 9 сыныпты көбірек оқу керек, және 7-8 сыныптан сұрақтар аралас келеді. Өте дұрыс сұрақ қойылды. Қазақстан тарихы бойынша бұл сұрақтары нағыз мектеп кітаптарынан алынады, яғни мектепте ОБТ-ға бекітілген кітаптар бойынша сұрақтар құрастырылады. 2010 жылдан бастап 2020 жыл аралығында ОБТ-да келген 5000-ға жуық сұрақ болса, яғни әр жыл сайын 500 сұрақ жаңа сұрақтан қосылып отырады. Және бір жаңалық бар. 2022 жылы ОБТ сұрақтары жаңартылған формат бойынша келеді. Яғни балалар ОБТ базасы сұрақтары тарих бойынша 100% өзгереді деген сөз. Енді осы 2022 жыл түлектері жаңа формат бойынша тұңғыш рет тест тапсырайын деп жатыр. Яғни бұл жаңа форматтың бұрынғы тақырыптардан ерекшелігі, бұл жерде логикалық ойлау басым болады, және сыни ойлау, яғни ақпарат жаттау емес, түсінуге қарай бағытталады. Яғни бұрын оқушылар мысалы жұбаныш жаттап, немесе сондай оқу әдістемелік құралдарын жаттап ОБТ-ға дайындалып барады ғой. Енді оқушылар олай жасай алмайды. Яғни жаңа форматтың бірден-бір ерекшелігі ол кітапты толық түсініп, логикасын оқушылар дамыту керек. Қазақстан тарихынан дайындықты бастаудың ең оңай жолы дайындықты бастап кету. Яғни олар 6, 7, 8, 9 сынып бойынша ОБТ-ға бекітілген кітаптарды алып, соларды оқып бастау керек. Яғни 6 сыныпты мысалы тақырыбын аштың, тас дәуірі тұр, мысалы тас дәуірін оқып аласың. Одан кейін сол бойынша тақырыптық тест белгілейсің балалар. Және бір лайфхак айта кетейін балалар, яғни сендер сол тас дәуірін бір рет оқып жаттасаңдар, соны әр 3 апта сайын бір рет қайталап тұрыңдар. Яғни сөйтіп 3 рет қайталасаңдар, ол тақырып финалистерінде қалады. Яғни 3 нәрсеге тоқтала кету керек. Біріншісі тақырыпты оқу, екіншісі тақырыптық тест жасау, үшіншісі ОБТ-та келген нұсқаларды талдау арқылы білімді жетілдіру керек. 2022 жылға білім ізденуші түлектер, яғни бізде ОБТ-да нақты осы тақырыптан сұрақтар көп келеді деген болжам жоқ. Яғни 2020 жылы қазақ хандығы бойынша сұрақтар көп келсе болар, 2021 жылы ОБТ-да тас дәуірінен, яғни соған байланысты тақырыптар сұрақтар көп келді. Яғни балалар бір айта кететін дүние, барлық тақырыптар маңызды, бірақ соның ішінде тағы да қайталап айтамыз. 9 сынып бойынша, яғни қазіргі Қазақстан дәуірі бойынша тәуелсіздік жылдарынан сұрақтар жиі келеді. Яғни тәуелсіздік жылдарынан сұрақтар көп келеді, және міндетті түрде 8 сынып бойынша көтерілістерден сұрақтар келеді балалар, айта кететіндіне. Және 7 сыныпта қазақ хандығынан үнемі сұрақтар қалмайды, үнемі келіп отырады. Және 6 сынып бойынша тас дәуірінен сұрақтар келеді, үнемі келеді.